менде бір енді өзіңізге қойылатын бір сұрақ болсын, мынау неден тақырыптан сәл басқаша. Сіз бақыт дегенді қалай түсінесіз негізі? Өзіңізді бақыттымын деп санайсыз ба? Или бір өміріңіздегі бір менің ең бақытты сәттерім деп айта өтсеңіз? Бақыт деген ең бастысы адамның денсаулығы деп ойлаймын. Дені сау болса, барлық нәрсе болады негізі. Енді ата-анамыз аман болса, деніміз сау болса, жалпы отбасы ғой бақыт деген. Қасымызда сүйікті жарыңыз, бала-шағаңыз болып жатса, бақыт деген нәрсені отбасы түсінемін өз басым. Ал денсаулық болса, барлық нәрсе болады. Бақытты сәттерім болды, Аллаға шүкір. Әлі де бақыттымын деп ойлаймын өзімді. Қуанышты сәттерім көп болды өмірде. Бақытпен сәттерден тұрады дейді ғой? Иә, әрбір қасқарым сәттерден тұрады. Ол бір тұрған бір күндер емес, жылдар емес, сағаттар емес, бір сәттерден тұрады. Бақыт деген. Солай түсінемін өзім. Рахмет.